Лайк, подписка, комментарий жазыңдар. Подписка басасыз, ештеңе кетпейді ғой. Құрметті Асхат Рахидович мырза, сіз Ордабасы командасын қабылдаған кезде 25 мың, 30 мың жанкүйер келетін кездер еді. Мінекей сіздің жеткізген жетістігіңіз қазір 1,5 мың жанкүйер келеді, және былтырғы правалдан бөлек биылғы команданы 0 қылдыңыз. Енді мықты финансист шығарсыз, бірақ футбол сіздің салаңыз емес. Сол себепті орныңызды босатыңыз. Өзіңізбен бірге Мартинді ала кетіңіз. Құрметті спорт сүйер қауым, неге офсайд подкастының продюсерлерінің шешімі бойынша біздің подкастта букмекерлік кеңселер, арақ, шарап, темекі, немесе де басқа да денсаулық пен сіздің қаражатыңызға зақым әкелетін жарнама ешқашан болмайды. Егер де сіздер біздің ауқатсыз спорт қозғалысын қолдағыларыңыз келсе, каналды донатпен қолдауларыңызды сұранамыз. Біздің деректер осы видеоның сипаттамасында жазылады. Несіз смит болырыз? Ой, Барселона жағдай. Ары кетсе неше алайын сақпа. Пенальтин. Решфорд жүр екен ғой. Решфорд гол салды ғой қазір. Салды ма? Гол салды Решфорд. Бастау керек. Өздері ойнай берсін десе. Өздері ойнап не істей берсін. Ассалаумағалейкум құрметті достар. Бүгін сіздермен тағы неге офсайд? Сіздермен Заир. Біздің тұрақты қонағымыз Мәке. Қош келдіңіз. Қош көрдік. Мәке, енді Ордабасыға финалға өтпей тұрып, басқа нәрсе сұрағым келді. Неге сіз бармадыңыз? Барам деп дайындалған емес. Мен негізі барам деп жылдың басынан бері дайындалған едім. Білмеймін, бір ішкі чувство болды. Өйткені мен білесің ғой, 2022 жылы чемпион болған кезде Астанаға барғам. 2023 жылы біз тағы да финалға шықтық қой, Астанада ойнадық қой. Сол кезде де барғам. Ал енді мынау қазір өзімізге көршілес тұрған облысқа бармадым. Енді себептері өте көп оның. Бірінші себеп команданың сәтсіз өнер көрсетуі. Өткендегі Елімайға қарсы ойында көңіл күйім болмады, соның көңілім түсіп кетті. Сөйтіп әлеуметтік желіге өзімнің TikTok парақшама салдым. Қызылордаға бармайым дедім, бірақ жігіттерге сәттілік тілеймін дедім. Себебі сол. Ал кеше ойынды көрдіңіз ғой? Енді көрмеске болмайды ғой. Мен де көрдім. Андай, білмеймін, қалай бұлар сондай моменттерді ұрамады, бірақ момент болды, жоқ емес. 2-0 деген. Иә, 2-0 кішкене ауырлау болды. Ордабасы командасының кеше көрдің ғой, мысалы үшін Капецинаны орталық қорғаушы қойып Малиды жаңа қосал құрамға отырғызып қойды. Иә. Енді мен жалпы Ордабасының биылғы ойын стилін жалпы түсінбедім. Мен жалпы қанша жылдан бері футбол қараймын, бірақ Ордабасы командасы биыл сондай жағдайда өнер көрсетіп төменгі жаңағы алтылық дейміз ба, сояқта аяқтады ғой енді. Неге сіз Мартинге қалай бұл неге бірден нормально тұрған команданы бүйтіп қолдыратып жіберді? Тренерден ба қалай? Енді Мартинді негізгі бұл жерде бәріне себепкер кім ғой? Асхат Сейсенбек. Өйткені Асхат Сейсенбек команданы қабылдап алған кезде былтырғы жылы Александр Сергеевич Сиднев бас бапкер болып тұрған кезде Ордабасы командасы білесің Еврокубокте сәтсіз ойнады. Сол себепті біз Сидневті қуып жібердік. Бірақ сол кезде Ордабасының чемпион болуға, чемпиондықты ұстап тұруына өте шансымыз жоғары еді ғой. Біз ұпаймен алды келіп жатырмыз, және бізде қосымша ойындарымыз бар еді ойналмағанша. Сөйтті да бұл Асхат Сейсенбек мырза Кекерді алып келді. Кекер білесің, команданы 4-ші орынға бірақ түсіріп жіберді. Онда 4-ші орынды алмайтын еді. Мына қызылордалық жаңағы Қайсар жаңағы кімді ұтып, Тобылды ұтып, бізге 4-ші орынды бұлайша Қайсар сыйлап берді ғой. Енді Асхат Рашидович мықты
қаржыгер шығар, мықты финансист шығар, бірақ футбол функционері емес екені байқалды. Мынау қыстың күні істелінген селекция өте сәтсіз жасалынған. Білесің, былтырғы қыста маусымға дайындалатын кезде Мартинді алып келді, Петрокубтың бапкерін. Енді бұл былтыр Петрокубты лига жаңағы конференцияға шығарған. Есіңде ма, біз екеуміз маусым басында подкаст түсірген кезде мен айтып едім ғой Мартиннің статистикасын. Ол жерде бір кереметтей ойын көрсетпеген, ешкімді ұтпаған. Петрокуб бірақ басты жаңағы жетістік Еврододаға қатысқан. Сол әйтеуір сондай болған шығар. Енді командаға алып келді, бірақ селекция өте нашар болды. Білесің, келген ойыншылардың бәрін жаздың күні қуып жіберді, қайтадан жинады. Мынау жаңадан келген жаңағы Капуцина, жаңағы кім Бакукасы бар, жаңағы Наумец бар, тағы кім бар еді? Соларды енді басында бір жарқырағанмен сәтсіз болып шықты деп ойлаймын. Жалпы селекция нашар болған, тренеріміз де бір мықты тренер шығар, бірақ Қазақстанның жаңағы футболына келмейтін тренер, мықты тактик емес, ойын жоқ. Ойын болса гол жоқ, гол болса ойын жоқ, сондай жалпы. Қазір статистикасын қарасаңыз, кімнің? Ордабасының. Соңғы рет білесіз бе кімді? Сол финалға шығып атқанда, ұтқанда соңғы рет. Қосымша уақытта. Иә. Одан кейін 4 рет ұтылған подряд. Бұл қандай сұмдық бұл? Қазір мен сізге қараң. Елімайдан 2-1 Тобылдан 1-0 жеңісті ұтыпты, иә. И қазіргі таблицадағы орны 8-ші орында. Ордабасы 8-ші орында. Бұл Қазақстанда негізі өлдің 3-ші орында тұру керек. Енді бюджеттен стадионға кіретін адамдар бәрін есептегенде өлдім 3-ші орында тұру керек. 8-ші орын. 28 гол ұрғанда 25 гол жіберген. Бұл вообще ғой бұл. Енді биылғы жылды енді өйстіп амалдап аяқтаймыз ғой. Зайыр басқа бізде шара жоқ. Енді бүгінгі келіп жеткен ақпараттарға байланысты Асхат Рашидович Сейсенбек мырзаны жұмыстан алады. Өйткені қаржы берілген, мынау спортқа бөлінген, жалпы Шымкент қаласына спортқа бөлінген ақшаны, мынау білесің ғой 98% деді ма? Осы Ордабасы командасынан бұрған. Ордабасы командасы сенімді ақтамаған. Әкім ең соңғы жаңағы мүмкіндікті кубокты алсаң ғана қаласын деген, бірақ енді кубокты ала алмады. Енді әкім тарапынан бұл жерде ешқандай өкпе жоқ. Мынау қанша жылда жөнделмеген стадионымызды жөндеп, шөбін ауыстырып, жаңағы орындықтарын реттеп. Стадион әдемі ретке келтірді. Сол ғана плюс болды биыл Ордабасыға. Енді өкініштісі келесі жылы Еврокубок жоқ. Еврокубок болмаса бюджет аз бөлінеді. Болмағанда да дұрыс деп ойлаймын мен. Бұндай ойынмен налайық Ордабасы Еврокубокқа. Енді бюджет аз бөлінгеннен кейін енді сапалы легионерлер келмейді, келесі жылы тағы осы Еврокубоктық орындарға таласу қиын болып қалады ғой. Жоқ, жүр ғой басқаларда бүйтіп легионерсіз де. Ол 8-ші орынның алдын не, 12-ші орынның алдын не. Без разница жоқ. Ордабасы премьер-лигадан түсіп қалмайды, және Европа кубоктеріне шықпайды, және ойынды бей-берекет білгендерін істейді ғой. Просто нормальный келатқан системаны, команданы не дейді, состав әдемі жиналған еді, болельщиктер, жанкүйерлер, адамдар жиналған еді. Соны бәрін бұзып кетті. Қарасаңызшы, Асхат Сейсенбек команданы қабылдап алған кезде стадион лық толып отыратын тұғын. Қанша мың жанкүйер келетін тұғын. Енді қазір стадионға барсаң, 1000 ары кетсе 1500 жанкүйер отырады. Қазір рахат әңгіме қылып бір-бірімен привет деп.
ешқандай шум жоқ, өзіңмен өзің әңгіме қылып отырасың. Сондай төменгі деңгейге біздің Ордабасы командасы 5-6 жылдың көлемінде түспеген. Жоқ дегенде 4-5 мың жанкүйері болатын болған Ордабасының. Командадан көптеген жанкүйердің көңілі қалды. Одан кейін мынау Мартин мырзаны да түсінбейсің да. Жылдың басынан бері қарай қорғанысқа Ұлар Жақсыбаевты қойып қояды. Ұлар Жақсыбаев қателесіп жатады, қайтадан соны қойып қояды. Сөйтеді де столды ұрып, маған шабуылшы керек дейді да, Абылайханды алып келеді. Ол Абылайхан деген өзі жылына маусымда бірақ гол соғатын адам. Бізде кеше Динамоға гол соқты, лига жаңағы конференцияда. Болды, сонымен алмайын, әлі гол соққан жоқ. Енді бір гол соғатын, завершать ететін шабуылшы керек. Мынау Эвертон бар ғой, Эвертон бразилец. Аты бразилец болғанымен қатырып атқан шамалы, физикасы өте нашар. Бізде енді сол Антиш енді ойын басынан бастап ақырына дейін жүгіреді, еңбегі бар. Антишпен жаңағы кім? Жаңағы жүгіріп алып көп жүреді, Чанадже. Енді мынау Астанов бар ғой біздегі, кім? Ағасы ма інісі ма? Інісі Сұлтанбек Астанов. Сұлтанбек Астанов өзінің позициясымен бірге Ұлар Жақсыбаевтың да позициясын жабам дейді да, алокпы болып, екі адам орнына бір өз ойнайды, Ұлар Жақсыбаевтың позициясын жауып, сөйтіп шаршап қалады. 60-шы минуттардан кейін уже адам шаршайды, білесің. Енді жалпы Мартин бізге тура келмейтін бапкер ғой. Мартин біздің Қазақстанға, ол өзінше бір технически анау Арсеналдың тактикасына еліктеп Арсеналға ұқсап ойнағысы келді ғой. Басында бастаған сөйтіп бастаған негізі тактик. Бізде ондай білесің ғой, бізде ондай жүрмейді. Бізде анау сүрініп қалсаң судьялар ысқыра береді. Анау Атыраудың полиясына барсаң бетон, Қайсардың бұрынғы полиясы бетон, әйтеуір өзіміздің шөп, әйтеуір 5-6 жерде шөп бар. Астана білесің, ол да бетон. Сол біздің футболға Мартин жаңағы үйрен самады және балдарды ойнатамады. Одан кейін Мартиннің желеу бітпей деген. Анау дейді, мынау дейді. Кеше мысалы үшін Арай журналист сұрақ қойды, сіз осы кубокта ұтылдыңыз, отставкаға кетесіз ба десе, мен тек қана финалға қарсы нәрсеге жауап беремін деп жауаптан қашып отыр да. Енді сөзіңізді бөлдім, бір жылауыққа бірдеңе, бір нәрсені сұрақ қойсаң, басқа нәрседен әкеп жауап беріп жатыр да. Оратор ғой жаңағы, не ғой жаңағы, психолог та оратор. Енді бүгін түсіріп отырмыз, енді сіздің подкастың ертеңдері шығады ғой, иә? Ертең құдай қаласа. Ертеңдері уже может Сейсенбекті орнынан алып тастайтын шығар. Енді орнынан алып тастаған керек бізге. Енді мүмкін жаңағы басқа академиясын, басқасын бір дамытып, бір нәрселер істеп жатқан шығар. Бізге бірақ басты нәтиже керек. Нәтиже жоқ. Мысалы, журналистердің бәрі айтып отыр, Шымкент қаласының жаңағы спортқа бөлінгеннің осынша пайызы Ордабасыға кетті, кәне Ордабасылардың 3 миллиард теңгенің үстінде ақша бөлінген деген әңгіме бар. Енді үздік 6-лықтың ішінде екен ақша бөлінген бойынша. Үздік 3-лікке де кіріп қалуы мүмкін. Ал бірақ нәтиже бойынша үздік 6-лықта жоқ, үздік 3-лікте жоқ, Еврокубокте жоқ. Бұл енді финалға байқамай кеп қалдық негізі. Біз финалға жетпеуіміз керек еді. Кешегі мысалы 5 автобус жанкүйер барды Шымкенттен. Жанкүйерлер молодец. Қолдау зор еді. 2-0 ұтылды, шарасыз ұтылды ғой. Былайша айтқанда тобылға шамасы келмеді ғой. Тобылға биылғы жылы 3 мәрте ұтылдық. Негізі біз өзімізді Ақтөбемен қарсылас санайтын едік қой. Жаңа бірімізді бір кекетіп, бір мұқатып, Ақтөбенің аяғынан шалып, олар біздің аяғымыздан шалып жүретін еді. Бұл жолы бізге қарсылас бара-бара Тобыл қарсылас болып кетті ғой. Тобылдың ойыны зор, ойын бар. Андай матчты көресің, әдемі да бірдеңе ойнап жатыр. Биылғы Ордабасының ойыны вообще жоқ. Жоқ, ойын жоқ. Ойын жоқ. Навес көтере береді. Оны школьниктер де ойнай береді ғой, ондай ойында бір тактикамен, арасымен жыртып кіру, андай жоқ. Енді мысалы бірде-бір гол штрафныйдан биыл салмаған Ордабасы. Ойнап жүрген Асқат жаға бергенді айлығын көп деп қуып жібердік. Анау Макаренканы да сөйтіп қуып жібердік та, мысалы айлығын көп деп. Енді сол Макаренко таға бергендер болғанда бұндай шәрмәнда болмайтын едік. Қазіргі жай-күйіміз шәрмәнда біздіңше. Мен әлі түсінбеймін, Яқшыбаев неге кетті? Яқшыбаев
жалпы бұл жерде Ұлықбек Асанбаевтың жаңағы несін тазалады ғой. Бізде Ұлықбек Асанбаевтың әкелген футболшылардың бәрін тазартып, біз жаңадан команда құрдық қой. Ол Яқшыбаев негізі Ұлықбек Асанбаевқа кірмейтін еді, мен кірмеймін деген, бірақ сонда да одан осындай, в общем, команда кетіп тынды ғой. Мысалы, кім кешегі тобылда ойнап жүрген біздің ойыншымыз бар еді ғой. Сол Ұлықбек Асанбаевтың несі ғой? Кімші? Ой, атын ұмытып қалдым, қарашы. Былтырғы бізде 7-ші нөмірде ойнады ғой. Бұл өзбекстандық па? Иә. Қазір Болды, түсіндім, сол. Сол Ұлықбек Асанбаевтың нелері, ойыншылар ғой, солардың бәрін кеше бәрін қуып, ол бәрі неге жиналды? Тұранға. Сөйтті да Тұранның ақшасы жарты жолда таусылды. Сөйтті да командасы да таусылды. Өзі де бітті, сонан бәрі бітті ғой. Енді Шахбоз Омаров. Омаров, Омаров. Болмаса Омаровтың техникасы жақсы еді. Зор еді ол. Маған ұнайтын еді оның ойыны, білмеймін. Кешегі защитасы вообще жоқ еді. Неге Шайзадан қоймады? Кубокте кім тұрып келіп жатыр ғой? Енді финал ғой, қазір сен ең мықтысын қойын керексің. Финалға сол тұрып келді ғой. Ол барлық жерде сондай. Мысалы үшін Европаларда, мынау Лига Европада басқа қақпашы тұрады да, өздерінің ішкі біріншіліктерінде. Енді финалға келгеннен кейін мықтысын қояды ғой, по-любому. Енді ана заслужил ғой, солға дейін алып келді ғой. Мысалы қарасаңыз, Ордабасы командасы 1-1 гол жібермеген. Хан Тәңірін 2-0 ұтқан, Қайратты 1-0 ұтқан, Қызылжарман Гастяк 0-0, үйімізде 1-0 ұтқанбыз. Кешегі ойында 2-0 ұтылып қалды. Мен таңғалғаным, Қайратты біз қалай ұтып кеттік? Қайратты кәдімгідей шын немен ұтып қойғанбыз ойынмен. Бір нечайны гол соғып қойды ғой дедім, мен стадионда болдым ғой сол кезде. Иә, сол кезде жақсы шамшке жиналды ғой. Бірақ көрдің ба, сол кезде жап-жақсақ ойнаған енді. Ал кешегі ойыны енді нашар ғой, иә. Ойын андай не дейді? Пәтуасыз бір көргің келмейді ана ойынды. Бүйтіп рахаттанып, бір отырып футбол көрейін десең, жоқ ана ойын вообще. Енді бір гол соғу керек те, гол престижі хотя бы да, бір гол. Сонда может мыналар енді сухой ұтылмау керек деп жатқаным ғой. Мен жалпы мынау жаңағы команда басшылығына Асқат Сейсенбекке өте көңілім толмайды. Егерде бір команда ертең бір жиналыс жасап жататын болса, міндетті түрде барам, бірақ ол кісі жолықпай жатыр ғой. Және Мартинге де көңілім толмайды. Мартин мысалы мынау олар Жақсыбаевты Тобылдан келді ғой бізге. Ол негізі Тобылдың құрамында шығып жүрмеген адам еді. Оны алып келді де бізге основной составқа енгізіп қойды. Қорғаушы сол Сидневтің ізін жалғастырды. Бұлайша 3 қорғаушымен ойнады ғой бұл да. 3 қорғаушы. Бізде мысалы үшін алда шабуылшылар жетіспеді ғой бізде. Өткенде мысалы ана кім? Бізден өзімізден кеткен кім? Джокеріміз бар еді, Садовский. Мысалы жейдесін шешіп, бізге қарап бір нәрсе сөйлеп, сөйтсек бізге емес, тренерлік штабқа сөйлеген екен, өзінің бір өкпе реніші бар екен. Кейін әлеуметтік желісінде салдық, біз Ордабасы командасын жанкүйерлеріне ешқандай жаңағы нем жоқ депші. Енді қарасаң, сондай Садовскийді, мынау жаңағы Макаренко, солардың бәрін былайша айтқанда қуып жіберіп, мынау жаңадан жинаған түрі ғой енді. Бірақ өте сәтсіз. Жоқ дегенде бір 4-ке кіру керек еді. Вообще құлап кетті ғой, Манчестер Юнайтед сияқты болып кетті. Одан Манчестер Юнайтед тұрысы ешқандай Еврокубок қатыспайды. Өздерімен өздері ойнап жүр. Ендігі жыл Еврокубок жоқ, енді тек бірден әрекет жасау керек. Бұл ойынмен Ордабасы жанкүйер жоғалтып алды. Жанкүйер жоқ. Орнын жоғалтып алды. Орнын да жоқ, жанкүйер жоқ. Кешегі матчтағы жанкүйерлік кеше фантастический болды. Мен телевизордан көріп жатырмын, дауыс зор келіп жатыр. Мен Қайрат пен Реалдың ойында бұндай дауыс көрмеген. Көптеген жаңағы спорт журналистері әлеуметтік желілерінде бөлісіп жатты. Жалпы олар Ордабасыға емес, Ордабасының жанкүйерлеріне ырза болып жатыр. Ұтылып жатса да бәрін айқайлы шу айтты, мыналарды дейді, бір қыз әлеуметтік желісіне салыпты.
мыналарды қалай дайындаған өзі дейді да. Міне 2-0 ұтылу бар, бірақ не деген қолдау мынау дейді да. Кейін мен ана бір таныс інілерім бар еді, бүгін что-то сөйлесе алмадым, кеше араларында не айқай болған, ойын біткеннен кейін кішкене айқай болыпты, өйткені командада намыс жоқ деп. Бәрі келіп нақа. Намыс жоқ деп айқайлаған, намыссыздардың хотя бы біз үшін ойнасаңдар болады ғой, сонша жерден келіп қолдап қой дегенде әңгіме айтқан. Енді соңғы бір ойынымыз қалды, үйде өткізетін Оқжетпеске қарсы ойнайды. Енді ол ойында да ұтылатын шығар. Одан Ақтөбе бар. Ақтөбеге барады, өйткені Ақтөбеге 4-ші орын керек. Ақтөбеге ұтылады ол Мартин. Мартин енді болды, ұтылып, соған қайтатын шығар. Қазірден қайтарып жіберу керек. Біз тренер бар, әншейін ойнап келік болды. Пайдасы жоқ қой. Қазір мына 2 матчқа вообще керек емес бұл тренер. Мен басында айтқан едім, бұл Мартин болмайды десем, маған бір кісі айтқан еді, ей, Мартиннің несі зор, просто игроктар ойнай алмай тұрып оның системасында. Жоқ, ондай емес. Сенің қолыңа продукта береді, сен содан бірдеңе жаса деп. Жасай алмайсың ба? Жасай алмаймын деп айт. Бұл продуктың маған жетпейді, мен бұлмен жасай алмаймын. Ол келеді да 6 тур керек, мынандай тур керек. 6 турдан кейін біздің бітеді ғой біздің турнир. 6 турдан кейін 10 тур керек деді ғой. Жоқ, бітіп қалады ғой, өзі 12 команда болса. Жоқ, оның сөздері өзіне бір қарама-қайшы да. Мысалы, ең алғаш білесің, мен келген кезде екеуміз осы баста жаңа подкаст түсірген кезде мен статистикасын айтып шықтым. Осында бұл негізі жақсы бапкер емес дедім. Оны ана біздің қаламыздың басшысының құлағына құйған ғой, в общем, мықты тренер деп. Ол кісі, ол Мартин деген мықты тренер деп мақтады ғой. Енді қара, ол 5 тур деді, 5 турдан кейін нәтиже болмаған кейін 10 тур деді. Сөйтті де 10 турдан нәтиже болмаған кейін мен деді жаңағы маған мықты шабуылшы керек деді. Алып келген шабуылшы анау. Енді мысалы өткенде сол шабуылшыны жаңа баспасөз мәслихатында айтты да, осындай 5-10 метрден гол саламайды. Соны сіздер қалай таңдадыңыздар десе, сіз өйтіп футболистерді неғылмаңыз дейді. Олар жұмыс қиын. Сөйтеді де енді кеше Елімайдан ұтылғаннан кейін, Елімайда мысалы 85-ші минутқа шейін ұтып тұрды. 10 минутта доп ұстай алмайды, дірілдеп жүр бәрі. Сөйтті де ойыннан кейін айтады, мен негізі футболистер критиковать етпейтінен, мен мынау қазір жаңа қосал құрамнан түскен ойыншыларға біраз вопросым бар, мен үйтем деді. Мінекей кеше нәтиже 2-0, 1-0 деп айтайын деп отырмын ғой. Енді ұят болды. Тобылдан 3 рет ұтылу деген ұят. Бір жылда. Ұлытауға 2 рет ұтылды. Ұят емес ол. Реалда ұтыла тұр ғой, бір жылда 5 рет Барсаға. Жоқ, енді Реалдың жөні ол Барселона ғой ол. Тобыл айтатын болды, біз енді не жаңағы неміз тренировочный полямыз Ордабасы деп. Бірақ Тобылды мойындау керек. Мықты ол қанша дегенмен ол мықты 3 рет. Бұл тұрыспен 5 рет ойнасақ 5 рет ұтыламыз әлі. Тобыл мықты Тобыл. Мықты емес мен үшін. Көресің ғой, келесі жылы Тобыл да осы Ордабасының жетістігінен ары өте алмайды. Жұрттың бәрі Тобылды мақтап жатыр ғой. Иә. Мынау Қайрат мысалы үшін енді сәттілік деп айтамын мен Қайраттың жаңағы лиги чемпионға шығып кетуінше. Ал мына басқа командалар бұл жаңағы жетістікке жете алмайды. Тобылды келесі жылы енді Алла көрсетсе көрерміз. Қазір бүкіл қазақ елі мақтап жатыр ғой. Иә. Тобылда осы Ордабасын ары кетсе бір командадан өтетін шығар. Ары қарай бара алмайды. Ол бұрында да сондай болған. Тобыл 1-2 командадан өтсе өтетін шығар, бірақ жаңағы основной неге шықпаған ғой. Бәрі мақтайды Тобыл деп. Түсінбеймін. Жоқ, ойын ұнайды маған Тобылдың. Ойын бар да. Қатырып атқан ойын мен білмеймін. Енді кеше енді сәттілік қой, мысалы үшін біздегі Шымкенттегі ойында да жаңағы штрафнойдан стандарттардан гол салып отыр ғой. Сәттілік мықтыныкі да. Кеше мысалы штанге тиіп қайтқанда тура Чесноковтың енді қарасаңызшы, орталық қорғаушығы Капуцинаны қойып қойғанда, ол жерде мал ойнау керек. Ол Капуцинаны тірлік емес қой. Сол себепті қорғаушыны қою керек. Бұл енді тренердің жеңілісі ғой. Тренер ұтылды деп ойлаймын мен Ордабасы. Тренер бәрін тренер істейді ғой. Барлық нәрсе тренерге байланысты. Енді мен осыны өзім негізі жобалағам, өйткені әлеуеті жетпейтіні көзге көрініп тұрды ғой Ордабасы командасының. Анау
5 автобус болып барып қолдаған жанкүйерлерден ол болды. Иә. Мен бармағаным дұрыс болыпты. Мен барамын деп. Иә, мен бармайын деп алдын айтқанмын. Маған Ордабасының амбассадоры Сүлеймен Иә, жүрсей бар орын деді. Бармаймын дедім. Лучше жұмыс деген дұрыс дедім. енді қара, қазір ол жерде сағат 9-да бітті ма, енді бүйтіп қайтамын дейсің, сағат 10 болады, одан біз үйге келем дегенше таң атады ғой. Соны мен примерно сездім да. Әшейін премьер-лига болса барып қойшы деп, бұл енді кубокта ұтылу деген ауыр тиеді. Мен мысалы былтырғы Астана аренаға барып ойнаған кезде, Тобылмен ойнаған кезде чемпион болған жыл ойнады ғой, 23 жыл ғой, финалда Шайзадан қателігі болған, сол жеңіліп қалған кезде. Чесноков бол соғып кеткен. Енді ол жылы өзімізді жұбаттық, чемпионбыз ғой деп та. Биыл жұбататын еш нәрсе жоқ па? Ештеңе жоқ. Өте ауыр. Ауыр, иә, тек қана енді командада үлкен өзгерістер болу керек, өйткені қыруар қаржы жұмсалған. Әкімге рахмет, барып ылғи да команданы жанкүйерлермен бірге қолдайды. Анау вип трибунада отырмайды, жанкүйерлердің арасында отырады. Енді соңғы кездері сен бармай жүрсің ғой, иә? Соңғы кезде бармадым. Мысалы, мен де алғашында риза болған едім стадион әкімшілігінің қызметкерлеріне. Соңғы кездері байқасам, тек қана сол әкім отыратын жерлерді ғана сүртіп қоятын болған. Басқа жаққа қайттан сол газет алып көретін заман қайтып келді. Енді келесі жылы енді ешкім бармайтын шығар. Ертең мынау 25-не ма, 26-на ма кім ойнайды жаңағы. Соған ешкім бармайтын шығар деп ойлаймын мен. Бір барса өзен бір туысқандар барады. Сіз барасыз ба? Мен бармаймын. Болды ғой. Сіз вообще қамағансыз ғой Ордабасының ойынынан. Сіз бармағаннан кейін өзіңіз ойлап көріп. Ешқандай ойын жібермеген мен. Қанша жылдан бері. Мен мына Мартин кетпей ойынға бармаймын. Ендігі жыл енді Құдай қаласа жаңадан бастайық енді. Ендігі жылға сәттілік. Мартин. Кеше енді ойынды өзің көрдің бе, ойынға қандай талдау бересің? Айтып отырмын ғой, бір ойын бұл ойын емес. Ұзақтан тебе береді да, ұзақтан тебе береді. Біз сонда анау көп тептік деп мақтанады. Мысалы үшін Премьер-лиганың бірінші турында Арсеналды Манчестер қабылдады ғой. Сөйтті де Арсенал бір гол соғып алды да, сөйтті де Манчестерге ойнауға жаңағы мүмкіндік берді. Сөйтті де Манчестер оны тепкіледі. Сөйтті де кейін пресс-конференцияда біз көрдіңдер ма, үйтіп тептік, бүйтіп тептік деп. Солай мақтанады. Тура Мартиннің сөзі сондай ғой, өйткені ол 2-0 ұтып жатыр да, тепсең тебе бер, пожалуйста. Қауіпті емес, айналып алаң сыртынан жаңағы 16-ның сыртынан тебеді, айналып тебеді. Бір жақынына бармайды ғой, бір 10 метр, 5 метр өлді ме ұшады ғой. Сәл бетіп жақыннан өтіп кетіп, или вратар қайдарып, деп басыңды ұстап, жоқ қой ондай. Ондай жоқ. Үшінші гол соғып кетуге олардың мүмкіндігі болып байқадың ба? Ал мәке, сонымен Ордабасын жабайық. Да біз сол мәке, рахмет. Ордабасыға сәттілік енді ендігі жыл. Сәл білмеймін енді сендер не істейсіңдер, не істеу керек, короче, істеу керек. Жанкүйерлер бізден мықты ешқандай клубтан қалыспайды, көріп жатсыңдар. Енді солардың құрметіне бола бірдеңе істеу керек шығар. Бұл құрметсіздік бұл нәрсе. Футболды жанкүйерлер үшін ойнай ма, жанкүйерлер үшін бірдеңе істеңдер. Онда просто жаба салыңдар. Футболда көрмейік басқа нәрсе. Бір поляны, бір огородқа ма бірдеңе бер жерек, там теплица бірдеңе жасайық та, ақша алайық. Бұдан ештеңе ақша алатқан жоқпыз. Ақша мақыл, пайда бір барып бір эмоция, бір ештеңе болып жатқан жоқ. 3 жылдың ішінде вообще жоқ болып кетті Ордабасы. Бірдеңе істеу керек. Бұны алдын алып бірдеңе, нақты бірдеңе істемесек, білмеймін. Жанкүйер түгілі ешкім бармайды ана ойынға. Тек өздерің ойнап жүре бересіңдер сөйтіп. Айтарыңыз болса, мәке. Ал, құрметті Асқат Рахидович мырза, сіз Ордабасы командасын қабылдаған кезде 25 мың, 30 мың жанкүйер келетін кездер еді. Мінекей сіздің жеткізген жетістігіңіз қазір 1,5 мың жанкүйер келеді, және былтырғы провалдан бөлек биылғы команданы 0 қылдыңыз. Енді мықты финансист шығарсыз, бірақ футбол сіздің салаңыз емес. Сол себепті орныңызды босатыңыз. Өзіңізбен бірге
Мартинді ала кетіңіз. Иә. Қош сау болыңыз. Қош сау болыңыз. Сол мәке, рахмет. Рахмет. Так.